Саламатсыздар ма, құрметті гүлсүйер қауым. Сіздердің көз алдарыңызда бегонияның тағы да бір түрі тұр. Нақты атауын дәл қай түріне жататынын анықтамадым, бірақ өте бір ерекше гүл. Қазір міне көз алдарыңызда бір қалың жапырақтарын өзіне бүркеп алып, әдемі болып шыққан гүлдерін ешкімге көрсетпей жасырып ұстаған ұялшақ қыз секілді. Ең алғаш рет мен үйге алып келгенімде 17 желтоқсанда бар болғаны 3 жапырағы бар кішкентай гүл болды. Қазір міне Наурыз мерекесі, азғантай уақытта теп-тез биіктеп өсті, қыс бойы үздіксіз гүлдеді. Гүлдері мына қалың жапырақтың ішінен шығады, сыртта көп көріне бермейді. Мен сіздерге қазір осы гүлді қалай жаңа ыдысқа ауыстырып отырғыздым, соны көрсететін боламын. Қазір міне ыдыста отырғызылған түрі. Видеоны соңына дейін қарап шықсаңыздар, шағын ыдыстан үлкен ыдысқа стресс алғызбай жақсылап отырғызу үшін не амал жасаймыз, қалай ыдысын ауыстырып, қандай топырақ таңдап салдық, соның барлығын бөлісетін боламын. Қазір мен бегония гүлінің ыдысын ауыстырғалы отырмын, бірақ мына ыдысқа тамыры өте жиі орналасып сыймай тұрғандықтан ауыстыруды қажет етеді. Әрі көктем келді. Ол үшін міне 1-2 күн бұрын суарып, мына өзінің бұрынғы ыдысынан оп-оңай жеп-жеңіл алына қоятындай етіп дайындап қоямыз. Өзінен үлкендеу ыдысты алып отырмын міне. Бұл ыдыстың түбіне мен дренаж салмаймын, өйткені бұл 2 қос қабатты горшок. Мына ыдыс егер мынандай болатын болса, бұған дренаж салмаса да болады. Көз алдарыңызда 8 түрлі қоспадан тұратын дайын топырақ. Бұның ішінде ең негізгі торф агробал С деп аталады. Одан бөлек бұның құрамында осы гүлдің жақсы өсуі үшін барлық жақсы қоспалар бар. Бірақ мына қоспаның ішінде древесный уголь, ағаш көмірі бар. Дегенмен де мен егер су артық құйылған жағдайда шіріп кетпесі үшін тағы да мен осы ағаштың көміріне қосымша салып жіберемін. Топырақты тағы да салайын. Және осы дайын топырақтың құрамында ең керемет жақсы тыңайтқыш міне осмокот бар. Мына топырақтың ішінде, дегенмен мен гүлім жақсы өсіп кетуі үшін қосымша тағы да саламын. Енді мына барлық өсімдіктер, гүлдер жақсы өсіп кетуі үшін карневин деген болады. Бұл арнайы пакетикте, бірақ мен мына ыдысқа салып алдым. Осы карневинді топырақтың ең төбеңгі жағына тағы да саламын. Енді қараңыз, мынау жеп-жеңіл ғана өзінің ыдысына алынады. Қосымша жаңағы топырақты тағы да қарап, шіріп тұрған тамырлары болса алып тастаймыз. Бірақ мынарада тамырларының барлығы жақсы болып тұр, тек ыдысы тар. Так, енді жан-жағына қазір осылай ортасына орналастырдық. Жан-жағына топырағымыздың барлығын құйып қана саламыз. Топырақты түгелдей дерлік салып болдым. Осындай мөлшерде салу керек. Бетіне дейін тығыз қылып толтырып қоюға да болмайды. Суарған кезде топырақ сыртынан шашылады. Осылай жасаймыз. Енді таң қалатын нәрсе тез өсуінде шек жоқ. Және формасы жағынан да өзім ұялшақ қыз деп бекерге атап айтып отырған жоқпын. Жапырақтарының барлығының ішіне өзі көмкеріліп тұрады. Сонымен видеомызды соңына дейін қарап, ютубта Әлия Әлемі дейтін менің каналым бар. Сол каналда 100-ден артық видеом бар. Өзімнің тәжірибемде гүлдерді қалай өсіріп жүрмін, қалай ыдысын ауыстырамын, қандай тыңайтқыш, қандай топыраққа отырғызамын, соның барлығы менен бөлісетін боламын. Гүлдеріңіз сіздерге де жайқалып өсе берсін демекпін.